Көп оқырмандарым менен осы нанның рецебін сұрайды, бірақ шын айтатын болсам, бір қатып қалған рецепт жоқ менде. Үйде не бар, соны қосып нан ашыта беремін. Мына жерде дәміне қарай азғана қант салдым, тұз салдым, құрғақ дрожжи және де сары май салып, жылы су құйып қамыр иледім. Ал кейде үйде сары май да қаймақ та болмай қалуы мүмкін. Ондай жағдайда кәдімгі жылы суға да нанды ашытып, нанымды пісіріп ала беремін. Ең бастысы қамырыңыздың иегі қанып, қамырыңыз жұмсақ болса, пісірген нандарыңыз да жұмсақ болып шығады. Қамырымыздың бетін жауып, шамамен бір сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз осылай әдемі болып көтерілгеннен соң мен кішкентай бөліктерге бөліп, бетін жауып, тағы да 15 минутқа қалдырамын. 15 минуттан соң оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жайып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Ең бастысы пешіңіз жоғары градуста қызып тұру қажет. Мен 250 градуста пісіріп аламын. Әбден қызған пешке салып, осылай беті қызарғанша пісіріп алсаңыздар болады. Өте жұмсақ болып шығады. Тағы да айтамын, ең бастысы қамырыңыздың иегі жақсы иленуі қажет. Мен осылай бір күнде 12-13 нан пісірсем, 2 күнге әрең жетеді ғой. Ал сіздер неше күнде нан пісіріп тұрасыздар, или дүкеннен сатып алып жейсіздер ме? Комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады.